Эйр Астана IPO-сы Тайваньда сайлау өтті, бірақ нарықта ешқандай дүрбелең байқалмады. Бұл Жусан Инвест бәрін талдап түсіндіріп береміз. Эйр Астана алғашқы жария ұсыныс IPO өткізуді қарастырып көру ниеті туралы жариялады. Толығырақ осы видеоның сипаттамасында көрсетілген әуе компания сайтынан оқи аласыз. Сенбі күні Тайваньда президент және парламент сайлауы өтті. Президент сайлауын қазір билікте отырған демократиялық прогрессивті партиядан шыққан үміткер Лай Цзиньде жеңіп алды. Ол сонымен қатар Уильям Лай атымен де танымал. Бірақ партия парламентте көпшілік дауысқа ие бола алмады. Демократиялық прогрессивті партия сайлау қорытындысы бойынша қалған 51 орынның 11-нен айырылып қалды. Сонымен бірге оппозициялық Гоминдан 52 орынға ие болды. Өз кезегінде тағы бар оппозициялық Тайвань халық партиясы парламенттегі қалған 8 орынға ие болды. Бейжің үшін Уильям Лай Тайваньның президенті болғаны қолайсыз. Өйткені бұған дейін Қытай халық республикасы оны ашық түрде сынға алып, соғыс басталуына мүдделі деп атап келді. Бірақ бақылаушылар биліктің америкашыл және қытайшыл болбекке бөлінуі аймақтағы шиеленісті ең болмағанда тұрақты етеді дегенге үмітті. Мысалы, тура осындай пікірді Bloomberg сарапшысы Гарфилд Рейнольдс ұстанады. Сонымен бірге сентименті америкалықтар мен өзге де батыс елдер басшылары нашарлатты. ақш делегациясы 14 қаңтарда Тайвань аралына келетіні белгілі болды. ақш өкілдері палатасының спикері Майкл Джонсон конгрессмендердің мамыр айында Тайваньға баруы мүмкін екенін де айтты. Лай сайлаудағы жеңісінен кейін Тайвань КХР-мен диалогқа дайын екенін мәлімдегенімен демократиялық елдермен қатар жүруін жалғастыратынын мәлімдеді. Сонымен қатар, ақш пен Ұлыбритания демалыс күндері Йеменге тағы да зымыран соққыларын жасады. Оған қарамастан, жұмадан бастап мұнай котировкалары төмендей бастады. Қазіргі уақытта нарық сентименті бейтарап, ал S&P 500 және NASDAQ 0 аймағында тепе-теңдік ұстап тұр. Осы аптада инвесторлар назары ақш, Қытай және басқа елдердің статистикасында болады. Бүгін ақш Мартин Лютер Кинг күніне байланысты демалады, яғни америкалық биржалар жұмыс істемейді. Өткен апта акциялары нарығына жасаған сараптамаға қарасақ, S&P 500 индексіне қатысты келесі секторлар көшбасшы болып тұр. Технологиялық сектор 1,4%-ға өскен, ал коммуникациялық сектор 0,5%-ға жоғарылаған. Ал аутсайдерлар қатарында -3%-ды коммуникалдық қызметтер бар. Сонымен қатар материалды сектор 1,9%-ға түскен, ал энергетика 1,7%-ға азайған. Ал енді өткен аптадағы ең басты корпоративті жаңалықтар туралы айтайық. Tesla Қытайда құрастырылған жаңа Model 3 және Model Y-дың кейбіреулерін арзан бағаға сата бастады. Ал Li Auto Қытайдағы кейбір автокөліктерін біраз жеңілдікпен нарыққа шығарып жатыр. Airbus 2023 жылы 2000-нан аса ұшаққа тапсырыс алып, жылды рекордтық тапсырыс көлемімен аяқтады. JP Morgan аймақтық банктерді сақтау үшін $2,9 миллиард төлем жасағаннан кейін инвестициялық ұйымның кірісі құлдырап кетті. Bank of America реттеуші ұйым алымдарына байланысты 490-да кіріс көлемі азайтатынын мәлімдеді. Осыдан кейін акциялары 1,1%-ға арзандап кетті. Wells Fargo жоғары пайыздық мөлшерлемелер мен шығындарды азайту арқылы 490-да көбірек кіріспен аяқтаған хабарлады. Бірақ акциялар бәрібір 3,3%-ға төмендеді. BlackRock рекордтық табыс тапқаны туралы есебін жариялады және Global Infrastructure Partners компаниясын $12,5 миллиард сатып алып жатыр. Citigroup 2023 жылдың 4-ші тоқсанында $1,8 миллиард жоғалтқанын мәлімдеді. Сонымен қатар жұмысшылар саны 20 мыңға қысқартуды жоспарлап отырған жайлы айтты. Citigroup 90 аралық төленетін дивидендтер сомасы $0,150 көлемінде қалдырды. Bain Capital және Hellman & Friedman нарықтық құны шамамен $12,5 миллиард электронды қол қою қызметтерін ұсынатын DocuSign компаниясын сатып алу үшін таласты. United Health компаниясы 2023 жылдың 4-ші тоқсаны туралы есебін жариялады. Есепте Optum және United Healthcare қарқынды түрде өскенін көруге болады. Достар, бүгінге осы, келесі шығарылымда кездескенше каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше.